Сәлеметсіңдер ме 3-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі пәніне қош келіпсіңдер. Көңіл күйлерің қалай? Сендерде барлығы жақсы деген оймен сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Сабақтың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау. Есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау. Түрлі жағдаяттағы қоғамдық ортада қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу. Ал ендеше балалар, сабағымызға дайындық жасайық. Күнге қолымды созамын, күн жылуын аламын, жүрегіме басамын, айналама шашамын. Қане балалар, бейнероликке назар аударайық. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып 2-ге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-шы. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-шы, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді ұмытпаймын. Олай болса, мен саған жұмбақ жасырайын. Жауабын тапсаң, балмұздаққа қоса шар алып берем. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық. Ал ендеше балалар, оқулықпен жұмыс жасайық. Оқылым 35-ші жаттығу. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Таза бұлақ. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге бір қазандай қара тасты қойыпты да, тасқа, «Ей жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол» деп жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда 1-ші жолаушы тұрып былай дейді: Бұл жазылған ақыл сөз екен.
Бұлақ күні түні тынбай ағып, алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп, үлкейеді. Бұған жол жөнекей кішкене бұлақтар қосылып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұндай ғибрат алуға болады. Сондай адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып, тоқталып қалма. Сөйтсең, ақырында сен де үлкейіп, мұратыңа жетесің дегені деп білемін, дейді. Ал осы мәтіннен сан есімдерді табайық. Дұрыс айтасыңдар. 3 және 1. Ал сан есімнің қай түріне жатады? Иә, жарайсыңдар. 3 есептік сан есім, 1 реттік сан есім. Ал қанекей балалар, сұрақтарға жауап берейік. Жолаушылар қай жерде кездесті? Бұлақ қандай екен? Бұлақ басындағы таста не деп жазылған? 1 жолаушы сөзді мағынасын қалай түсінді? Жарайсыңдар балалар, жауаптарың дұрыс. Келесі жаттығуға назар аударайық. 36-шы жаттығу. Жазылым. Мәтінді көркем жаз. Тапсырма: сын есімдерді тауып, олардың есептік немесе реттік екенін ажырат. Есіл өзенінің тереңдігі 2 метр. Кей жерлерде 18 метрге жетеді. Көктемде су деңгейі 10-11 метрге дейін көтеріледі. Осы сөйлемдердің ішінен сан есімдерді табамыз. Есіл өзенінің тереңдігі қанша метр? 2 метр. Бұл жердегі сан есім 2. Келесі сөйлем. Кей жерлерде қанша метрге жетеді? Кей жерлерде 18 метрге жетеді. Бұл жердегі сан есім 18. Көктемде су деңгейі қанша метрге дейін көтеріледі? 10-11 метрге дейін көтеріледі. Бұл жердегі сан есім 10-11. Бұл сан есімдер есептік сан есімдерге жатады. 37-ші жаттығу. Реттік сан есімдерді сөз құрамына талда. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 30. Жақсы, ал олай болса, өзімізді тексерейік. Есептік сан есімге ыншы, жұрнақтары жалғану арқылы реттік сан есім жасалды. Мысалы, 1, түбірі 1, жұрнақ. 2, түбірі 2, жұрнақ. 5, түбірі 5, жұрнақ. 6, түбірі 6, жұрнақ. 7, түбірі 7, жұрнақ. 9, түбірі 9, жұрнақ. 30, түбірі 30, жұрнақ. Рефлексия, бағалау бағдаршамы. Егер бүгінгі сабақ түсінікті болса, барлық мағлұматты меңгерсеңдер, жасыл түсті көтереміз. Егер де сұрақтарың болса, түсінбеген жерлерің болса, сары түсті көтереміз. Егер сабақ мүлдем түсініксіз болса, қызыл түсті көтереміз.